Здравствуйте, ребята! Как ваши дела? Давайте ответим на этот вопрос в комментариях. Как ваша учеба? А теперь начнем наш сегодняшний урок, 51. Охранять природу значит охранять Родину. Табиғатты қорғау, отанды қорғаумен тең деген. Енді бірінші жаттығуға назар аударайық алдымен. Мына жерде бізде бірден бастап 10-ға дейін сандар берілген және әріптер берілген. Және осы астында сандар, мысалы 7 санының астында П әрпі орналасқан, 5 санының астында И әрпі орналасқан. Осылай қою арқылы сөздерді анықтайтын боламыз. Міне менден 7, 5, 10, 1 сандарынан пища, яғни ас, тамақ деген сөз шықты. 2, 6, 4, 3, 8, 9 сандарынан воздух деген сөз шықты, ауа деген сөз. 2, 6, 3, 1 сандарынан вода, су деген сөз шықты. Енді осылардың біреуімен сөйлем құрауымыз қажет. Воздух является самым жизненно необходимым фактором, жизненно важным фактором для человечества. Енді келесі жаттығуға өтейік. Упражнение второе. Екінші жаттығуда бізде Сухомлинскийдің әңгімесі берілген екен. Соны оқиық. Однажды две подружки Оля и Лида отправились погулять в парк. Бір күні Оля және Лида есімді екі құрбы паркке қыдыруға шықты. Утомленные дорогой, они решили отдохнуть и покушать. Жолдан шаршаған олар дем алып тамақ жеуге шешім қабылдады. Вынули из сумок бутерброды, сок, конфеты. Сумкелерінен бутерброд, сок, конфеттерді алып шықты. Когда девочки заканчивали обедать, недалеко от них запел соловей. Тамақтарын жеп бола бастаған кезде, жақын жерден бұлбұл құстың сайраған дауысы шықты. Оля и Лида сидели, боясь пошевелиться. Оля мен Лида қозғалмай тыныш отыр. Ана бұлбұл құс ұшып кете ма деп қорқып отты. Вскоре соловей перестал петь и улетел. Шамалдан кейін бұлбұл құс әнін тоқтатып ұшып кетті. Оля собрала остатки еды в целлофанный пакетик и бросила под куст. Оля тамақтың бәрін жинап алды да целлофанға салып, бір бұтаның астына лақтыра салды. А Лида же завернула остатки еды и положила в сумку. А Лида болса тамақтарын орап алып, сумкесіне қайтып салып алды. «Зачем ты берешь с собой мусор?» – спросила Оля. Оля Лидадан сұрайды. «Неге сен тамақ қалдықтарын қайтадан сумкеңе салып алдың?» дейді. «Брось под куст, никто не увидит. Бұтаның астына тастай сал, ешкім көрмейді» дейді. «Стыдно перед соловушкой», – тихо сказала Лида. А Лида болса, адам көрмесе де, бұлбұл құстан ұят деген екен. Енді бұл мәтіннің ең негізгі мағынасы қандай ой беріп тұр? Бұл жерде өзіміз отыратын табиғатымызды, өзіміздің отыратын паркымызды ластамайық. Яғни адамдардан да басқа табиғатта
құстар, жәндіктер, аңдар өмір сүреді. Бәріміз тазалықты ұстайық деген мағына берілген. Келесі жаттығу. Сделай анализ. Талдауымыз қажет. Мына жерде бізде 5 сурет берілген және астына 5 сөйлем берілген екен. Қай суретке қай сөйлем сәйкес келеді, соны анықтауымыз қажет. Количество птиц и животных на земле сокращается каждый год. Жыл сайын құстар мен жануарлардың саны азайып бара жатыр. Мына суретке сәйкес келеді. Свалки и мусор загрязняют почву и отравляют воздух. Мусорлар жерді, ауаны ластайды. Мынау. Грязный воздух влияет на здоровье человека. Лас ауа адамның денсаулығына өте зиян келтіреді. Лесные пожары и вырубка лесов губят растения и животных. Орманның өрттері және орман ағаштарының азаюы соның ішіндегі жан-жануарлар мен өсімдіктердің азаюына әкеліп соғып жатыр дейді. Количество пресной, яғни питьевой воды сокращается. Ауыз судың азайып бара жатуы. Мына суретке сәйкес келеді. Енді келесі жаттығуға өтейік. Упражнение 4. Прочитай. Оқиын, сіздер тыңдаңыздар. В 2004 году в Республике Казахстан был принят закон об охране и использовании животного мира. Сейчас под особой охраной в заповедниках находится много животных, птиц. В Казахстане много заповедников, и они нас радуют и удивляют. Енді түсіндіре кетейін. 2004 жылы жануарларды қорғау туралы Қазақстан Республикасында заң пайда болды. Қазір көп жануарлар, құстар, қорықтарда қорғалу үшін өсіріп көбейтіліп жатыр. Яғни оларды қорыққа апарып, оларды бағып, қағып, өсіріп көбейтіп жатыр жан-жануарларды, өсімдіктерді. Қазір бізде мемлекетімізде қорықтар өте көп. Енді сіздер қандай қорықтарды білесіздер? Айтыңыздаршы, қандай қорықтарды білесіздер? Мен жазып бастайын. Ең бірінші мен білетін қорық ол Барсакелмесский. Жазайын. Мен мына жерге 6 қорықты жазып қойдым, яғни 6 заповедникті. Барсакелмесский, Каратауский, Кургалджинский, Алматинский, Алакольский и Аксу-Джабаглинский. Сіздер осы қорықтардан басқа тағы да қандай заповедникті білесіз қорықтарды? Сіздер де толықтырып жаза кетіңіздер. Жауаптарыңыз бұдан да толығырақ болады. Ізденуді ұмытпайық. Енді соңғы сөйлемді қарайық және сол сөйлемге қарап тұрып схема құруымыз қажет. Схемасы, мына жерге жазамын. Схема деп қойын. В Казахстане много заповедников. Бірінші сөйлем. И они нас радуют. Осындай схема шықты. Бірінші сөйлем және и союзы және екінші сөйлем және нүкте. Мына жерде бізде сөйлемде қарайықшы. 2 и тұр. Бірақ мына 2 сөйлемді біріктіріп тұрған мына и союз.
бұл союз, яғни екі сөйлемді біріктіріп тұрған союз. Ал мына жердегі радуют и удивляют деген нені біріктіріп тұр? Екі глаголды, яғни екі сөзді бірігіп тұрған союз. Енді келесі жаттығуға өтейік. Упражнение 5. Запиши предложение. Мына сөйлемді көшіріп жаз делінген. Запомни его, жаттап ал. Охранять природу значит охранять родину. Табиғатты қорғау, отанды қорғаумен тең деген екен. Яғни біз өзіміздің отанымызды сүйсек, жақсы көрсек, елді мекеніңді, ауылыңды жақсы көрсең, яғни сен табиғатын сақтауға, оны көбейтуге атсалысуың керек деген мағынаны білдіреді. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Ұнаса менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, мені қуантып қойыңыздар. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.